Bizim suyar kavim, kitap okurmanları. Kitap degende benim esime sonal okuşuluk günüm, sület günüm esке түседі. Sonra 1958 жылы осы Жаркент қаласындағы Аңғыздар атындағы мектепте оқып жүрген кезімде осы Панфилов аудандық кітапханасына келіп, осында кітаптарды көріп, осында бірнеше кітаптар алып, содан оқып, оны көңілімізге тоқып, студент болып Алматыға аттанғанбыз. Енді бұл кітапхананың негізгі ашылу жылы 1926 жылы екен. Енді содан есептесек, қазір кітапхананың құрылғанына 95 жыл болды. Міне осы жылды аудандық кітапхана төңірегінде аудандық кітапханашылар жаңағы осының туған күніне сәйкес өздерінің оқырмандарымен кездесу жасап, мерекені атап өту шарасын жүргізіп жатқан көрінеді. Сондықтан кітап неге керек? Кітап жаназығы. Кез келген адам сауатты болу үшін, білімді болу үшін, өмірден алғанын өмірге беру үшін, ал өмірге берген нәрсесін қайтадан өзі оқу үшін, ол міндетті түрде жаңағы кітап оқығаны дұрыс. Кітап білім азығы. Ол адамға жаңағы білім береді, сана береді, оның ой өрісін кеңітеді. Әзіргі таңда аудандық кітапхананың 5000-нан астам оқырманы бар екен. Сонда әрбір оқырман осы кітапханадан алған кітаптардағы оның ішіндегі тарихты, оның ішіндегі өткен ғасырдағы болған оқиғаларды, оның ішіндегі бейбітшілік заманды да, тар заманды да, зар заманды да бәрімен танысып, өзінің өлкесінде, өзінің туған жерінде қандай өзгерістер болып жатыр. Осы ауданнан шыққан, осы кітапханадан оқыған азаматтар қайда жүр, қайда тұр, олар не бітірді, қандай еңбек сіңірді. Міне осы мәселелердің барымен халық танысып, өздерінің оқырмандарымен жиі қатынас жасап тұрады. Сондықтан енді кітапхана деген ол өмірлік азық, кітап өмірлік азық болғаннан кейін, ол білімді адамның көзі кеткенше оның өмірлік азығы. Сондықтан бұл кітапхананың адамға беретін жаңағы рухани байлығы шексіз. Сондықтан рухани байлық іздеген адам осы кітапханаға келіп, әр уақытта бос уақытын өшірді кітап оқумен өткізуіне үлкен мүмкіндік бар. Енді ол кітапхана үшінде, бейбіт заман үшінде, 5000 заман деген ол бір өте үлкен дүние емес. Жалпы ауданымыздың, облысымыздың, жалпы осы өңірдегі адамзат баласының жаңағы рухани азығы болып есептелетін кітапханаларыңыздың 95 жылдық тойымен сіздерді шын құттықтаймын. Ал кітаптарыңыз көбейе берсін, оның үстінде оқырмандарыңыз көбейсін, оның санында емес сапасында. Сонда келген адамның әрбір сол кітаптан алатын нәрі, оған беретін оның көмегі, ол өз оқырмандардың өз жүрегінде сақталады. Әр уақытта мен де келіп тұруға асығам. Құтты болсын тойларымыз. Кәсібін тапқан кітапты сүйіп, танымы терең, өресі биік. Кітапханашы қыздар аясем, оқырмандарды қарсы алған күні. Қазақтың тілін, дәстүрі салтын дәріптеп жүрген жандар жарқын. Жалт еткен оттың жанары қандай, алаулап жанған ажары қандай. Жанында шуақ, көзінде нұр бар, кітапханашы қыздар ай қыздар. Сөздерден асыл жыр ескен жандар, кітаппен күнде тілдескен жандар.
Кітапханашы қыздар ай көркем, парасат үшін күрескен жандар. Қазақтың тілін, дәстүрі салтын дәріптеп жүрген жандар ай жарқын. Жалт еткен оттың жанары қандай, алаулап жанған ажары қандай. Жанында шуақ, көзінде нұр бар, кітапханашы қыздар ай қыздар.